Хабарлы сөйлем, лепті сөйлем. Бүгін бізде сөйлем түрлерін ажыратып, олардың тыныс белгісін қоюды үйренеміз. Оқушылар өздеріне ұнаған сөйлемдерді таңдап алып, ол сөйлемге қандай тыныс белгісі қоятынын анықтайды. Мысал үшін, сенің досың кім? Бұл сұраулы сөйлем, сәйкесінше сұрақ белгісі бар белгіні белгілеп салады. Оқушылар мұражайға барды. Бұл хабарлы сөйлем соңына нүкте қойылады. Жарайсың досым. Бұл лепті сөйлем. Бұнда леп белгісі қоямын. Сондай әдемі құттықтау қыз. Ол лепті сөйлем, леп белгісі қойылады. Мына бәліштің тәттісіне бұл лепті сөйлем, соңына леп белгісі қойылады.